Адамда бәрібір сенім қалады. Сенім жеке басының ісі. Сенім адамның рухын қалыптастырады. Діндер сенсең де, сенбесең де өздерінің құдайларына табынуды талап етеді. Сену еркіндігі жоқ. Мысалы, Құранның бір аятында дінде зорлау жоқ дейді. Бірақ аяттың келесісінде сенбейтіндер жойылмайынша дін Аллаға тән болғанға дейін олармен соғысыңдар дейді. Сол сияқты Аллаға сенбейтіндерді кәпір деген, оларды қорқытатын аяттар көп Құранда. Бұл біздің заңда діни кемсітушілік деп аталады да заңмен қудаланады. Тәңіршілдік біздің еліміздің дәстүрі, сенімі. Оны дін танушылар көне, яғни мемлекеттер жоқ кезде пайда болған дін дейді. Отырықшы халықтар үшін солай. Олардың барлығы тәңіршілдіктен алғаны көп. Бірақ отырықшы елді басқаруға оны бейімдеді де басқаша атады. Берке хан бірінші болып исламды қабылдады. Өзбек хан оны мемлекеттік дін деп жариялады. Бірақ көшпенді елдің ханы болу мен халқы болу отырықшы елден бөлек. Біздің бабаларымыз жауынгер болған. Орысша айтсақ, бәрі рыцарь. Сондай елді билеу үшін ел алдында аса өкілеттілік пен сенімдік керек. Исламды қабылдадым деп Сұлтан Бейбарс пен кез келген арабтың халифін сендіру одан 1000 есе жеңіл. Сондықтан қазақ хандары 1000 рет исламды қабылдадық десе де, оны жүзеге асыру одан 1000 есе қиын еді. Сондықтан сол кезде саяси жағдайға байланысты хандар исламды қабылдай берген. Бірақ қара халық өзінің дінінде қала берген. Талай бітікшілерді жазалады, талай тамғалы тастан салынған ғибадатханаларды қиратты, талай сұлтандарды өлтірді. Бірақ көшпенді елдің бұқара халқы ол өзен ғой, ағып кете берді. Сондықтан отырықшы елдің мемлекеттік белгілерін бабаларымыз қабылдаса да, халық тәңірінен ажыраған емес. Сондықтан біз бүгінде шілдехана, бесік той, қырқынан шығару, тұсау кесу, бет ашар, тағысы тағы таусылмайтын тойларды тойлап жүрміз. Исламды қабылдаған елдер өздерінің тамырларынан баяғыда ажырап, өздерін тек араб дейді. Немесе дәстүрлерден жұрдай қалған. Өйткені құлдық санаға бойұсынған.